Тастың ішінен түйе шығарған пайғамбар жайлы не білеміз? Біз сіздермен 28 күнде 28 пайғамбардың өмірбаянын бөлісетін боламыз. Бүгін бізде 6-шы пайғамбар Салих алейхиссалам. Салих пайғамбар Самуд қауымына дүниеге келген. Бұл Самуд қауымы Әл-Хижр деген жерде өмір сүрген. Қазіргі Медина мен Сирияның арасындағы Медайна Салих немесе Әл-Хижр деген жерде өмір сүрген. Аллах Тағала Ад қауымын, Худ пайғамбардың қауымын жойғаннан кейін жер бетіне осы Самуд қауымын үстемдік етеді. Олар алып денелі, өте күш қуаты мол, сондай қауым болады, жастары ұзын өмір сүрген. Сол Аллах Тағаланың берген күш қуатымен таулардан қашап үй салатын болады. Аллах Тағала оларға өте үлкен нығметтер береді, бірақ олар осы берген нығметтерге шүкіршілік етпей, күпіршілік етіп, жер бетінде азғындық жасап, пұттарға табынып бастайды. Аллах Тағала олардың бауыры Салих пайғамбарды оларға пайғамбар ретінде жіберді. Салих пайғамбар оларда 20 жыл бойы тура жолға шақырса да олар иман етпейді. Кейін сол Самуд қауымының бір мерекелері болады. Сол мерекеде Самуд қауымының басшысы Салих пайғамбарға: егер сен осы тастан ішінен бір түйе шығаратын болсаң, онда біз саған иман етеміз дейді. Және де олар түйенің сипаттарын айтады. Осындай жастағы, осындай түстегі, осындай айлық буаз болған, осындай сипаттағы бір түйе шығар дейді. Салих пайғамбар 2 рәкат намаз оқып Аллах Тағалаға дуа еткен кезде шынымен де тас жарылып, ішінен түйе шығады. Түйе дәл бағанағы кәпірлер қандай сипат айтқан болса, дәл сондай сипаттағы түйе шығады. Сол кезде Самуд қауымының басшысы және де біраз адамдар иман келтіреді, бірақ сонда да Самуд қауымының көпшілігі иман келтірмейді. Салих пайғамбар қауымына айтады: бұл Аллах Тағаланың сендерге берген өте үлкен мұғжизасы. Бір күн құдықтан ол су ішеді, бір күн сендер су ішесіңдер. Және де бұл түйеге ешқандай зиян тигізбеңдер. Егер түйеге бір зиян тигізетін болсаңдар, Аллах Тағала сендерге өте үлкен азап жібереді дейді. Бірақ қауымы Салих пайғамбардың сөзін тыңдамай сол түйені өлтіреді. Түйенің ботасы қашып Салих пайғамбарға барады. Салих пайғамбарға барып 3 рет боздайды. Салих пайғамбар осылайша түйені қауымының өлтіргенін біліп, қауымына келіп: сендерге 3 күн уақыт бар. Бірінші күн түрлерің сарғаяды, екінші күн қызарады, үшінші күн қараяды, төртінші күнде сендерге Аллах Тағаланың азабы келеді. Шынымен де солай болады. Қауымы бірінші күні таңертең тұрса жүздері сарғайып кеткен, екінші күні қызарып, үшінші күні қарайған. Осылайша төртінші күні таңертең тұрған кезде өте үлкен бір шыңғырық дауыс келеді және жер сілкінеді. Осылайша Самуд қауымының барлығы жойылып жоқ болып кетеді. Тек қана бір ғана адам аман қалады, ол да Абу Риал деген адам. Ол Салих пайғамбардың құлы болады. Ол да қазіргі Меккеге әлі харам аймағында болған үшін ол да аман қалады. Осылайша Салих пайғамбар өзіне ерген мұсылмандармен бірге қазір Мекке қаласына келіп, өмірінің соңына дейін осы Мекке қаласында болды. Және де кейбір деректерде 253-280 жасында қайтыс болған дейді. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіңіз, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. Біз сіздермен ертең 7-ші пайғамбардың өмірбаянымен танысатын боламыз.